Кеше күйеуім маған күшті сыйлық жасады. Өзі жылқы етін әкеліп, тұздап, қазы жасап қойған ғой. Маған тек қана пакеттерге салып, морозилікке салу ғана қалды. Қуанып кеттім да, бүгін мен де оған сыйлық жасайын дедім. Жұмыстағы апайдың үйінде бұқан етін жілікке бөліп жатыр екен. Мен жарты жілік алайын дедім да. Тем более бір айға қарызға беріп атқан екен, ойланбастан алдым. Сүйегі бар еттерді ғана алып қалдым. Тек сорпа істеуге арналған бір тамақты қылып пакеттерге майда-майда қылып салып қойдым. Ал етті жерлердің бәрінен фарш жасап тастадым. Біз үйдегілеріміз бәріміз осы фарштан жасалған тамақтарды жақсы көреміз. Бекер бір жілік ала салмаппын, неге жарты жілік алдым деп қалдым ғой. Өйткені мынау көп емес, азақ болып қалды. Қайсысын бір-бір тамақтан істесек уже таусылайын деп тұр. Қазір енді күйеуім келгеннен кейін реакциясын түсіріп алайын, не дейді екен деп осылай дайындап қойып күтіп атсам, күйеуімнің келетін түрі жоқ. Сонымен қой, бұлардың бәрі жылы үйде ашып қалама деп морозиліктің бір суырмасын босаттым. Бір суырма мынандай майлар ғой, біздеше май ешкім жемейді ғой. Бұрынғыдай бәрі үйде диета. Тек палау істегенде қос жерім, қуырдақ істегенде ет асқанда ғана аз-аз қосып, солай азайтып жатырмын. Фарштан тамақтар жасап, морозилікке сап тастауым керек, енді алдағы уақытта салатын боламын.